Саламатсыздар ма оқушылар? Қазір бізде Қазақстан тарихы пәні. Енді есімізге түсіреміз, өткен сабақта біз қандай тақырып оқып едік? Жанеркем айтамын. Ресей империясының Қазақстанды өзіне түгел алып алуы. Жақсы отырамын. Яғни біз өткен сабақта Ресей империясының қазақ жерін өз құрамына алуы туралы тақырыпты өткен екенбіз. Енді қазір біз копия таяқшалары арқылы сіздерден үй тапсырмасын пысықтайық. Біреуіміз суыра қоямыз, копия таяқшасын суыра қоямыз. Мен сұрақ қояйын. Верный бекінісі қай жылы салынды? Қаттырайық. Жақсы, рахмет. Жақсы. Біреуіміз суыра қоямыз. Ақмешіт бекінісі Ресей империясы қай жылы жаулап алды? 1853 жылы жаулап алды. Жақсы, өте жақсы. Қайсымыз суырамыз? Жақсы, көпетенішесі суырды. Сұрақ, Орынбор қырғыздарының жарғысы қай жылы қабылданды айырды? Айтамын. Қабылданды, дұрыс. Орынбор қырғыздарының жарғысы 1824 жылы қабылданды. Енді біз Ресей империясының қазақ жерін түгелдей өз құрамына қосып алды. Енді бүгінгі тақырыбымыз барда біздің қазір біз мына видеоны қараймыз бейнематериалды, содан кейін бүгінгі тақырыптың не екенін айтамыз. бір 1867-1868 жылдардағы реформалар. Құрметті балалар, сіздер патша үкіметінің Қазақстанда 19 ғасырдың бірінші ширегінде жүргізген реформалармен танысасыздар. Ал бүгінгі тақырыбымызда Ресей үкіметінің 1867-1868 жылдары жүргізген реформаларының мақсатын, себептерін, әкімшілік басқаруда енгізген өзгерістері мен ерекшеліктерін және оның салдарын қарастырамыз. Қазақстандағы реформаға әзірлік, оның негізгі себептері 1822 жылы Сібір қазақтарының жарғысы, 1824 жылы Орынбор қазақтарының жарғысы. 19 ғасырдың 60 жылдарының басында бұл реформалар жарамсыз деп саналды. Сондықтан да қазақтардың басқару жүйесін өзгерту үшін Будков бастаған комиссия құрылды. Ол қазақ даласын батыс және шығыс деп екі облысқа бөлуді көздеді. Бірақ оның ұсыныстары қабылданбады. Қазақстанның әр аймағында шаруашылықтың түрі бірдей болған жоқ. Қазақ даласын басқару туралы ереженің жобасын әзірлеуде 1865 жылы 2 Александр патша үкімімен аумақты толық зерттеу мәселесі дайындалды. Онда жаңа жүйеге сай келетін жер иелену түрлері, сот ісі, ағарту ісі, салық жүйесі, дін мәселелері қарастырылды. Өлкені басқару ісін өзгерту Гирс басқарған дала комиссиясына тапсырылды. Реформаны әзірлеуде қалың бұқараның көңіл күйі ескерілмеді. 2 Александр патша 1867 жылы шілденің 11 жұлдызында Сырдария, Жетісу облыстарын басқару туралы уақытша ережені 1868 жылы қазан айының 21 жұлдызында Торғай, Орал, Ақмола, Семей облыстарын басқару туралы уақытша ережені бекітті. Бұл ереже бойынша қазақ жері 3 генерал-губернаторлыққа бөлінді. Басқарушы генерал-губернатор, ол барлық әскери, сонымен қоса азаматтық билікті өз қолына алды. Бұл реформа бойынша әкімшілік басқару ісі 5-ке бөлінді. Ауыл, облыс, уезд, облыс, генерал-губернаторлық. 1867-1868 жылдардағы әкімшілік реформалар бойынша Қазақстан аумағына 3 генерал-губернаторлық құрылды. Түркістан, Жетісу Сырдария облысы, орталығы Ташкент, Орынбор, Торғай Орынбор облысы, орталығы Орынбор, Батыс Сібір, Ақмола Семей облысы, орталығы Омбы. Облыстағы әскери және азаматтық билік әскери генерал-губернаторлар қолында болды. Басқарма 3 бөліктен тұрды.
шаруашылық, сот, жарлықты іске асыру. Түркістан генерал-губернаторының міндетіне көрші мемлекеттер Қытай, Иранмен қарым-қатынас жүргізу жүктелді. 1868 жылы дала облыстарын басқару туралы уақытша ереже және 1867 жылы Түркістан өлкесіндегі басқару туралы ереже бойынша болыстық басқарушы өз қолына полиция мен басқару билігін жинақтады. Оның міндетіне билер сотын өткізу мен олардың шешімін орындау, тәртіп, салық мәселесі кірді. Қазақ шаруасы шамадан тыс ауыр земство міндеткерлігін көтерді. Енді міне балдар, жаңа сіздер бейне материалды көрдіңіздер. Енді біздің бүгінгі тақырыбымыздың атын білдік. Солай ма? Бүгінгі тақырыбымыздың аты не екен балдар? Қазақстан Ресей империясының құрамында. Бұл бөлімі. Енді сабақтың тақырыбы 19 ғасырдың 20-ші жартысындағы Қазақстандағы әкімшілік аумақтық реформалар. Мен сабақты мақсатымен таныстырып кетейін, оған дейін күннің жартысын жазып, тақырыбымызды жазып аламыз. 19 ғасырдың 2-ші жартысындағы 19 ғасырдың 2-ші жартысындағы тақырып жазып аламыз. Қазақстандағы аумақтық әкімшілік бөліністер. Аумақтық әкімшілік бөліністер. Тақырып жаза қоямыз тездетіп. Енді тақырыпты жазып алсақ, бүгінгі күнді тақырыпты мақсатымен танысамыз. Бәріміз тақтаға қараймыз, мен айтам мақсатты, сіздер тыңдап отырасыздар. Патша үкіметі реформалардың нәтижесінде әкімшілік аумақтық өзгерістерді түсіну. Яғни патша үкіметінің реформасын танысамыз қазір, содан кейінгі қазақ жерінің қандай әкімшілік өзгерістер болды. Екінші мақсатымыз Ресей империясының отарлық саясатының себеп салдарын анықтау. Бағалау критерийлеріміз, реформалар нәтижесін талдаймыз, әкімшілік аумақтық өзгерістерді түсінеміз. Енді жалпы жаңа сіздер бейне материалдар көрдіңіздер оқушылар, қазақ жері Ресей империясының құрамына қашан қалай кіргенін өткен сабақтан білсек, енді біздің жерімізді патша үкіметі қандай аймақтарға бөлгенімен бүгін танысамыз. Біздер білеміз, жаңа өздеріңіз айтыңдар, 1822 жылдардағы реформа туралы танысты, өздеріңіз түсінгендеріңізді топтар осыны дәлелдеуге тырыстыңыздар. Енді осы топтарды балдық жүйемен, 5 балдық жүйеге дейінгі балдық жүйемен бағалап қысаңдаршы өздеріңіз. Бірінші топты бағалай ойындаршы, қай топ болса да біреуіңіз. Бағалай ойындаршы, неше бал бересің? Айтап жүрші, қай жол айтасың да қаттырағы. Бірінші жылда өте жақсы жауап берді. 5 балдық жүйемен қояды. Осы мадақтап қойып. Екінші топты күн мадақтай қандай баға береміз? Екінші топ реформа бойынша бөлінген жерлерді сызбаша анық көрсеткен екен. Жақсы, қандай неше бал берер еді? Міне, тірек сызбамен көрсетті. 5 бөлінге аймаққа бөлінді, басшыларын көрсетті. Неше бал бересіз? 5 балға бәріміз 5 алып отырмыз ба? 5 балдық, жақсы. Енді үшінші топқа баға беріп жіберейік, бағалап. Түк кестесінен реформадан кейінгі болған өзгерістерді анық айтып түсіндірді. 5 бал.
5 балл. Бәріміз сабаққа жақсы оқушылар. Енді біз қорытындысында балдар осы тақырыпты үйреніп оқимыз. Енді 1867-1868 жылдар қазақ жері Ресейдің құрамына қосылып болғаннан кейін қайтадан әкімшілік аймаққа бөлінді. 5 әкімшілік аймаққа бөлінді. Оның өздеріңіз жаңа айттыңдар, генерал-губернаторлық, облыс, уезд, ауыл деп бөлінді. Оларды кімдер басқаратынын білдіңіздер. Патша үкіметіне қосылғаннан кейін шаруашылықта көптеген өзгерістер болды. Міне осылардың барлығын жаңа оқулықтан қарап отырып өздеріңіз танысып алдыңыздар. Енді қазір біз осы сабағымызды бір айналым сөйлесу әдісі арқылы қорытындылап тастайық. Сіздер не түсіндіңіздер бүгінгі сабақтан бір сөйлеммен өздерінің ойларын айта қойыңыздар. Айта қойшы, не түсіндіңдер оны? Шеттен бастап өздерің айта беріңдер. Жақсы оқушылар, топтағы жұмысымызды аяқтасақ, енді сол жұмыстарымызды қорғайық. Бірінші топ, дескриптор бойынша сіздер кескін картадағы әкімшілік территориялық өзгерісті белгілей білуіңіз керек екен. Шыға қояйық. Жақсы тыңдаймыз, барлығымыз топқа назар аударамыз, кескін картаға қалай жасалды екен. Патша үкіметі бойынша Қазақстан 3 аймаққа бөлінді. Орынбор генерал-губернаторлығы, Түркістан, Батыс Сібір генерал-губернаторлығы. Жақсы. Оқыма қалар, қояр сұрақтарыңыз бар ма бірінші топта? Жоқ. Жақсы, отыра қойыңыздар. Тіле қойып, біреуіңіз тақтаға. Келесі екінші топты зейін қойып тыңдаймыз. Бәріміз зейін қойып тыңдаймыз, балдардың бәрі көру керек. Губернаторлары басқарды. Облыста әскери губернатор басқарды. Уезде басқарды. Болыста басқарды. Ауылда ауыл старшындары басқарды. Жақсы. Сонда бұл қазақ жері осы 1867-68 жылдардағы реформа бойынша неше әкімшілік аймаққа бөлінді? 5. Қандай бұл? Бір айтылар жіберейік. Генерал-губернаторлар, облыс, уезд, болыс, ауыл. Жақсы, балдар сұрақтарыңыз бар ма? Қояйық, сұрақ болса. Екінші топқа сұрақ жоқ па ешқандай? Неге түсінбей қалған сұрақтарыңыз жоқ па осы бойынша? Жақсы, отыра қойыңыздар. Ал енді үшінші топты тыңдайық. Т кестесі не айтады екен? Т кестесіне не жазды екен? Мына жерге тұрағанымыз. Барлығымыз зейін қойып тыңдаймыз. Қазақтар бұрын жер меншігі болды. Қазақтарда бұрын жер өздерінің меншігінде болды дейді. Бие соты болды дейді. Даусымызды қаттырақ шығарамыз балдар. Реформадан кейін жер мемлекеттің меншігіне көшті дейді. Қаттырақ айтамыз. билер сотына шектеу қойды. Билер сотына шектеу қойылды. Себебі қазақ жері қай империяның құрамына өтті? Ресей империясының құрамына өтті. Тағы сотты заң қызметкерлері, Ресей империясының заң қызметкерлері басқарған еді. Бұл топқа сұрақ бар ма? Ал жақсы, ешқандай сұрақ қоймаймыз, бәріміз түсінген сияқтымыз ғой. Ал отыра қояйық, онда іле қоямыз, отыра қоямыз.
Жақсы оқушылар. Енді бүгінгі сабақты өз мақсатына жетті деп ойлаймыз, солай ма? Орынбор генерал губернаторлығы, Батыс Сібір генерал губернаторлығы, Түркістан генерал губернаторлығы. Осыны түсіндім. Дұрыс. 3 аймаққа бөлінгенін түсінеді. Өте жақсы. Тағы кім? Тез. Урал облысына Гурьев, Калмыкова, Темір уездері кірді. Міне өте жақсы түсіндік. Тағы, иә, Мәдина. 1867-1862 жылдары әкімшілік реформа жүргізілді. Жақсы. Енді оқушылар кейде осы тақырыпты аламыз, оқимыз. Енді жаңа мен қорытындыны айттым. Енді сіздер осы бүгінгі сабақта не түсіндіңдер? Егер жақсы түсінсеңдер, жасыл түске, онша емес түсінсеңдер, сары түске, егер тіпті дым түсінбесеңіздер, қызыл түске мына стикерлерді алып жапсыра қоямыз. Келе қойыңыздар, тезірек. Стикер ала беріп, жұқалап, ешке жазайын. Бір-бірден ана көп ажыраттыңдар. Onlardan düşünmediğiniz yok. Kesinlikle. Sınırlar nısana olsun diye nısanalar tilgizip atsınlar. Bugün niye düşündü, niye düşündüğünü çok güzel. Karası, okuşlar buna karasa, bir-iki okuşu bir düşündüğünü ki, үйден бірақ тағы да қосымша оқулықты оқимыз, қосымша ресурстарды қараймыз. Жаңа сіздер бағаладыңыздар. Бүгінгі жақсы сабаққа қатысып отырған оқушыларға мен 10-9-8 деген балл қоямын. Мадинаға, Жанеркенге 10 балл, Данияға, Орынбекке 8 балл, ағай тағы басқаларына балл қоямын. Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Рахмет оқушылар, сау болыңыздар.